Сәлем оқырман. Кеше болса қатысушы болып Асем келген болатын. Бұрыннан көретіндер біледі. Бұрында үміткер болып ара қатынас құрған еді. Бұрынғы қатысушы Ақтөре осыны көріп, таң қалып жатырған жоқ екен. Ақтөре не ойлайды? Ол Асемді көргенде қандай сезімде болды? Ол расымен жаңа қарым-қатынасқа дайын ба, әлде өткен сезімдері қайта оянды ма? Өзінің бір ойын Instagram желісінде жеткізген болатын. Кеш жарық қазақ елі, Қырғызстан, Өзбекстан, Қарақалпақстан, Тәжікстан. Не айтады екен деп барлығыңыз қарап отырсыздар ма? Шулап жатсыздар ғой, жаңалық деп. Бұл маған жаңалық емес, мен білгем ол баратын. Не деймін мен? Қадамына гүл бітсін, көрсін. Енді өзгеріп кетті көргендеріңізде. Қалай адам өзгеру деген екен, бірақ сәт екен. Аман болсын, сау болсын, не болса да көреміз енді. Уақыт емші. А біз еңбек, бәрін жеңбек. Спорт дұрыс екен ғой, ең дұрыс. Асем жобада өзіне лайықты жарын табуға келді. Ол жаңа өмір бастауға шешім қабылдады. Бірақ шынайы мақсаты басқа болуы мүмкін. Ақтөрені қызғандырып, ол жобаға келіп, үйленуге ұсынысын күтіп жатырған секілді. Бұрынғы қарым-қатынас, жіберілген қателіктер, өкініштер туралы ашық әңгіме әлі болатын көрінеді. Қайырлы кеш, қалайсыздар? Мен эфирден кейін сестрамға барып, сестраммен сөйлесіп, үйдегілермен сөйлесіп, сөйтіп үйге келіп шаршап ұйықтап қалғам ғой. Даже макияжымды сүртпегем, только кірпіктерімді алып тастадым да. Және де қолдап жатқан жандарға, маған дайректте историяларына белгілеп салып жатқан жандарға көп рахмет. Барлықтарыңыздың историяларыңыз бірдей да, хата барлығын салып тастайтын. Барлығын көріп отырмын, барлықтарыңызға көп рахмет. Асемнің шынайы мақсаты қандай? Ақтөре мен Асем бірге бола ма, әлде әрқайсысы өз жолымен кете ме? Көрермендерге сұрақ, сіз қалай ойлайсыз? Асемнің басты мақсаты не?